Мама. Мен отырмын, арқамасам болды. Такси. Ой, рахмет. Мынаны қараңыздар, тұрыңдар. Мама. Ужас. Қайырлы күн, қалайсыздар? Жаңбыр болса да, Балқаштың төбеде жүргенін қараңыздар. Төбеде есептеп отыр, қанша лист кетеді, қанша алу керек, Өзбекстаннан артық шығындалма, нақтылап есептеп кетейін деп, жаңбыр болса да төбеге шығып есептеп жатыр. Енді бүгін 80% жаңбыр болып тұр екен, жігіттер жаңбырдың астында жұмыс істемей қойсын. Бүгін Құдай қаласа материал іздейміз, керек нәрселердің бәрін қарау керек, өйткені әртүрлі лист алатын болып жатырмыз. Карнизге басқа лист кетеді, фронтонға басқа лист, ал төбеге басқа лист кетеді. Соның бәрін Балқаш араластырып, бір әдемі шығарайын деп тұр. Сол себепті біз бүгін күні бойы материал іздейтін боламыз. Алла қаласа, енді ертең ауа райына қараймыз, сөйтіп тезірек жауып тастау керек болып тұр. Атак жігіттер каркасының бәрін құрып, қағатының бәрін қағып, уже лист жабуға дайындап қойды. Сол ендігі мәселе сол материал болып тұр. Сол материалды тезірек алып, Алла қаласа, үйдің төбесін жауып тастауға асығу керек болып тұр. Сәттілік тілеп қойыңыздар, енді Алланың қалауымен тезірек күн ашылып кетсе екен, жауып тастасақ жақсы болады еді. Дегенмен Алланың қалауы болады ғой, біз адамдар айта береміз ғой, анау мынау деп. Сол ең бастысы әйтеуір жұмыс жақсы жүріп жатыр. Жаңбырға қарамай жұмыс істеп жатырмыз. Мына жігіттер төбеде жүр. Ана қолына шашылықты қарасаңыздаршы. Не деген шашылып балбырап тұрған мына палауды қараңыздар. Біз енді күнде жеп жүріп қой, жақсылық жеп, дәмін көріп, шынайы отзывын айт, жеп көр, палау жеп көр, шашылық жеп көр, араластырып көрші. Қалай екен, бисмилля. Ал шынайы отзыв бізден қазір көресіздер. Жақсылықтың отзывын шашылық жеп көреді. Шашылығы қалай, жұмсақ па? Міне. Қалай? Керемет па? Не деген мына жерде свежий екен ғой, прям мен свежий блин жейік деп жатыр. Осыдан жарты кило бересіз ғой, килосымен санап. Қараңыздаршы, қандай мақта, жаңбыр жауып кетті. Қалай былай жалпы? Не істеп жатсыздар? Не жаңалық? Біраз адам, енді 99% адам қолдап жатсыздар ғой, рахмет. Мен енді ол қызды жамандайтын ешқандай ойым жоқ ше. Просто өзіме обидно болып қалды. Неге біз жігіттер осындайға түсіп қаламыз, осылай болып қалады бізбен деген сияқты. Сол неге қыздар алдайсыңдар? Ләж болса алдамаңыздар. Негізі жігіт ұнатса, жақсы көрсе, сыйласа, оны айтады ғой, за слабость не берите, бағалай біліңіздер. Сонда сіздерде барлығы жақсы болады, жігіт сіздерді алақандастайды. Шынымен де солай ғой. Короче, достар, бүгін футбол болған. Қатысушылар мен редакция арасында 13-8 болып біз қатысушылар ұттық, шүкір. Осы уақытқа дейін негізі отамай жүргенбіз. И сол футболда жаңбыр жауып, қар жауып, қатты жаурап қалдым. Сразу мұрным бітіп, жөтеліп бастадым. Сонымен үйге келіп, сразу ванна қабылдап, сөйтіп балмен әдемілеп чай ішіп отырмыз. Қалыңырақ киініп алып. Бір зор болып отыр. Сөйтіп бір футболдың арқасында тұзды суға түстім, ваннаға. И полный жаңағы ырымдарға кішкене сеніп, бір жағынан сөз тимесін, көз тимесін, суық тимесін деп сөйтіп қабылдап алдық. Ем болсын. Қалайсыздар, достар, қалдарыңыз қалай? Кешегі күннен енді ғана есімізді жинап жатырмыз. Есімізді дегенде біз енді қыздар бөлек демаламыз ғой, енді ұлдардыңкі демалысы бөлек енді. Сол баламызбен бүгін үйде жатырмыз.
Сонымен сіздерге сыйлықтарды көрсеткім келіп жатыр. Күйеуімнің берген, достарымның берген сыйлықтары. Және де уже маған қазір караокеде, мен негізі өзім бұрыннан караокеге қызықпаймын, андай шумный жерлерді негізі ұнатып бермеймін, ал бірақ үйде отырғанға не жетсін негізі. В общем, достарым айтқан болатынмын, давайте ешқайда бармай-ақ, лучше үйде отырайық, үйде кәдімгідей мен өзім тамақ жасайын, стол жайып, өзіміз өлең айтып, солай отырайық деген болатын, барлығы келісіп. Сонымен бірақ үйде емес, коттедж жалдайтын болдық, өйткені көршілер бар дегендей. Коттеджде отырдық, өте керемет болды, домбырамен айтатын жігіттер келді, прям вообще шикарно. Еще мынау менің құлағымда тұрған сырға алтын, яғни күйеуімнің берген сыйлығы Ван Клиф. Қолымда кольцосы қазір, бірақ сол дегенде осы оң қолмен сторис түсіріп отырғандықтан көрсете алмай отырмын. Бірақ өте қатты ұнады. Мен өзім Ван Клифқа қатты қызығатынымды күйеуім біледі, өйткені мен просто такая үшін медицинский бар ғой, мен өзімде бижутериялар көп, сонда ғана алатынмын, алтынға қатты қызықпайтынмын. Енді алып, өстіп жүргеннен кейін өзіме Ван Клиф ұнайтын. Алдында бір рет сұрап қалған, саған қандай бренд ұнайды, бренд дегенде нелер ұнайды деп ше, Cartier қандай деп, и сол кезде осы Ван Клиф ұнайды деген, потому что менде обычный бижутериялардан Ван Клиф көп, менде зеленый да бар, красный да бар, белый да бар. Енді осы жолы күйеуім маған осы өзімнің жақсы көретін, маған жасыл түстер ұнайды, осы жасыл түсін алған ғой еще. Күйеуіме үлкен алғысым, шексіз рахмет. Енді осыдан кейін қалай жақсы көрмейді дейсіздер. Өзіміздің құдай қосқан достарымыз Саида мен Нұрданың Гендер Патия.